2 қыркүйектен негізгі сабақты бастау шешім қабылданып отыр. Бірақ 1-ші сыныпқа қатысты мынау символдық дүние болғандықтан біз мына пед ұжымның шешіміменен, педагогикалық ұжымның шешіміменен, пед кеңестің шешімімен, егерде мектеп қалып жататын болса, ата-аналармен бірге ақылдасып, 1-ші қыркүйекте 1-ші сынып үшін өткізуге біз мүмкіндік беріп отырмыз. Қойшының таяғынан ба, келіннің аяғынан ба, әйтеуір 1-ші қыркүйек жиі демалыс күнге түсетін болды ғой. Ғани Бейсенбаев, пед кеңес өтпей жатып шешім шығарып жатырсыз ба? Бізде бір қасиетті қағида бар, демалыс па, мереке ме, шара міндетті түрде дәл сол күні өтуі керек. Сырма жауап емес, нақты заңмен жүруді үйренейікші деді Facebook парақшасында белсенді ұстаз Мейіржан Темірбек. Былтырғы жылыда 1-ші қыркүйек жексенбі демалыс күні болып еді. Алғашқы қоңырау жексенбі күні өткізілген. Мұғалімдерге ол күнге жалақы төлемеді. 30 тамыз Конституция күні. Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінің 84-ші бабына сәйкес, мереке күндері демалыс күндерімен қатар келсе, демалыс күні келесі жұмыс күніне ауыстырылады. 2025 жылдың 30 тамызы сенбіге түсіп тұр. Осыған байланысты 2025 жылдың 1-ші қыркүйегі дүйсенбі демалыс күні болып есептеледі. Бұл нормаларға сәйкес Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында 1-ші қыркүйек күні жұмыс күні емес. Министр мырза, заңды сыйлаңыз.